لأن الناس كلهم جميعا يجب أن يكون دينهم الإسلام، فإذا كان يجب أن يكون دينه الإسلام فإنه يلزم من ذلك أنه يجب أن يتعلموا لغة الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. الدرس الرابع төртінші дәріс. Бізде бүгін төртінші дәрісте хурuful жар деген тақырыпты өтеміз. Хурuful жар дегеніміз өзінен кейін келген есімді касралы қылатын шылау немесе жалғаулар. Сөзсіз біздер бұны түсіну үшін кітаптың шархына қайтуымыз керек. Кітаптың шархында الدرس الرابع төртінші дәріс кітаптың шархында, яғни түсініктемесінде хурuful жар дегеніміз fi, ala, min, ila деген. Яғни негізі хурuful жарлар өте көп, бірақ біздер бірінші томда бастапқы алатын 4 хурuful жар бар. Хурuful жар дегеніміз не ол? Хурuful жар дегеніміз тажурру ал-исм аллази бa'даха. Тажурру деген яғни касралы қылады деген. Бізде касра харакаты бар. Тажурру ал-исм аллази бa'даха бил касра дегені яғни өзінен кейін келген есімді касралы қылады. Мысалға, Мухаммадун фил бейти. Осы жерде фил бейти деген кезде касралы болды. Не үшін? Фи себепті. Демек, фи өзінен кейін келген есімді касралы қылатын жалғау. Бұның мағынасы не десе, бұның мағынасы ішінде деп аударылады. Яғни Мухаммад үйдің ішінде, немесе Мухаммад үйде. Немесе ясирун фил ғурфати, ясир бөлмеде. Осы жерде фил ғурфати деген кезде касралы болды. Не үшін? Фи себепті. Немесе аминату фил матбахи. Амина кухняда. Осы жерде матбахи деген кезде касралы болды. Не үшін? Фи себепті. Яғни амина кухняның ішінде немесе кухняда. Кейін ала деген харф жар бар. Бұл да өзінен кейін келген есімді касралы қылады. Мысалға, ал-қаламу алал-мактаби. Осы жер мактаби деген кезде касралы болды. Ала себепті. Яғни ал-қаламу алал-мактаби дегеннің аудармасы қалам үстелдің үстінде. Ала деген яғни үстінде. Ат-тифлу алас-сарири. Ат-тифл деген бала, ас-сарири яғни кроваттың үстінде. Ат-талибу алал-курсии деген кезде студент орындықтың үстінде отыр, немесе орындықтың үстінде. Осы жерде әл-мактаби, әс-сарири, әл-курсии деген кезде касра болды. Не үшін? Бұның барлығы ала себепті. Келесі min деген харф жар бар. Min деген қазақ тілінде дантен, тантен деп шылау бар. Соны айтсақ болады. Мысалға, хараджал мударрису минал фасли. Мұғалім класстан шығып кетті. Осы жерде минал фасли деген кезде әл-фасли касралы болды. Не үшін? Min себепті. Аудармасы класстан, тантен деген шылау болады. Хараджал мударрису, мұғалім шығып кетті. Хараджа деген бұл глагол, шығып кетті деген, әл-мударрис бұл мұғалім. Мұғалім шығып кетті класстан. Немесе Фатимату минал хинди. Фатима Индиядан, дан деген, яғни минал хинди. Осы жерде хинди касралы болды. Не үшін? Min себепті. Немесе хазал қаламу мин Мухаммадин. Бұл қалам Мухаммадтан. Мухаммадтан деген кезде, Мухаммадин деген кезде касралы болды. Не үшін? Min себепті. Келесі бізде иля деген харф жар. Иля деген яғни захаба халидун илал махади. Ға ке тате деген бізде шылау бар. Соны иля деп айтсақ болады. Мысалға, захаба халидун илал махади. Махад деген бізде колледж деп аударылады. Халид колледжге, ге деп аударылады. Колледжге кетті. Захаба алиюн илал мудири. Али кетті. Илал мудири. Мудир деген директор, директорге. Иля. Түсінді ма? Осы жер әл-мудири деген кезде касралы болды. Не үшін? Иля себепті. Немесе басқа мысал, захаба талибу илал мирхади. Мирхад деген бізде уборный, яғни туалет. Захаба кетті. Захаба талибу, студент кетті. Қайда? Илал мирхади. Уборныйға, немесе туалетке. Түсінді? Бізде хурuful жар дегеніміз осы. Кейінмене кітапта берілген, мысалға әл-байту деген кезде бұл үй болады. Яғни белгілі бір үй. Осыған егер фиді кіргізетін болсақ, фил бейти деп касралады, яғни үйде. Немесе әл-мактабу, яғни парта, алал-мактаби десе партаның үстінде, немесе үстелдің үстінде. Әл-масджиду десе бұл мешіт, фил-масджиди десе мешіттің ішінде. Осы жерде касралады фи себепті. Әс-сариру бұл кровать, алас-сарири десе бұл үстелдің, немесе алас-сарири десе бұл не? Кроваттың үстінде болады.
Кейін бізде қысқаша текст берілген. Айна Мухаммадун дейді. Айна деген бізде қайда деп аударылады. Айна Мухаммадун. Мухаммад қайда? Хуа деген яғни бізде ол деп аударылады. Яғни ол еркек. Немесе мускураттың құрамында болған ақылсыз заттар болса да, мысалға қалам, немесе кітап деген сияқты, оның барлығы хуа деп айтылады. Хуа деген яғни ол. Хуа фил ғурфати, ол бөлменің ішінде, немесе бөлмеде. Осы жерде ғурфати касрал болды, не үшін? Фи себепті. Ва айна ясирун, және ясир қайда? Хуа фил хаммами, ол ваннада. Хаммами деген кезде касрал болды, не үшін? Фи себепті. Ва айна аминату, амина қайда? Хия фил матбахи, ол кухняда. Осы жерде матбахи касрал болды, не үшін? Фи себепті. Айнал китабу, кітап қайда? Хуа, осы жерде хуа деген кезде, яғни ол кітапты айтып жатыр. Хуа алал мактаби, ол үстелдің үстінде. Ва айна саату, яғни бізде мускурат деген бар, және женскурат деген бар. Араб тілінде мускуратты араб тілінде музаккар деп айтады. Музаккар дегеніміз мускурат. Ал муаннас десе, муаннас, бұл женскурат болады. Женскураттың белгісі сөздің соңында тамырбута болады. Тамырбута деген осы. Сосын біз жерде, солысын осы жерде о айна саату деген кезде, саа деген сағат, яғни ол жерде тамырбута болды. Демек бұл женскураттың құрамында болады. Женскурат болатын болса бізде ақылды болсын, ақылсыз болсын, хия деп айтамыз. Жаңа мына жерде Ясир Мухаммад деген кезде хуа дедік, Амина деген кезде хия дедік. Хия деген яғни ол қыз бала. Сол сияқты айнал китабу деген кезде, кітап қайда деген кезде хуа дедік, яғни ол кітап. Енді мына жерде ва айна саату, сағат қайда деген кезде хия деп айттық, яғни ол. Ақылды болсын, ақылсыз болсын, хияны қолданамыз егер женскуратта болса. Осы жерде саа бізде тамырбутамен болды, және ол женскураттың белгісі. Сондықтан хия, яғни ол сағат, алас сарири, кроваттың үстінде сағат. Осы жерде сарири касрал болды, не үшін? Ала себепті. Енді айна деген сөздің анықтамасын біздер білейік, ол үшін шархта қараймыз. Міне бізде шархта айна деген нәрсе келген, яғни ол суалун анил макан. Яғни суал деген бізде сауал немесе сұрақ, не туралы? Анил макан, яғни бір мекен туралы. Мысалға айна Мухаммадун, Мухаммад қайда? Яғни Мухаммадтың мекені қайда? Мухаммадун фил ғурфати, Мухаммад бөлмеде, бөлменің ішінде. Айна Фатимату, Фатима қайда? Яғни Фатиманың мекені қайда? Фатимату фил матбахи, Фатима кухняда. Келесі бізде осы қысқа текст бойынша тапсырмалар берілген. Тамарину, яғни тапсырмалар. Біріншісі ажиб анил асилатил атия, келесі сұрақтарға жауап бер деген. Айнал китабу, кітап қайда? Осы жерде мына текстке қарап жауап бересіздер. Мысалға мына жерде айнал китабу деген кезде не деп жауап берді? Хуа ала ал-мактаби деп жауап берді. Осылай сіздер де жауап бересіздер. Айна Мухаммадун, Мухаммад қайда? Хуа, ол фи ал-ғурфати болды, ол бөлмеде. Қалғандарына дәл осылай жауап бересіздер. Айна саату, мысалы сағат қайда? Мына жерде соңында келді. Хия ала сарири, мысалға жазыңыздар. Хия ала ас-сарири деп жазыңыздар. Ва айна ясирун, хуа фил хаммам, ол неде еді? Ванныйда еді. Ва айна аминату, хия, ол фил матбахи, яғни кухняда. Аминату фил ғурфа. Деген нәрсе, яғни ба деген. Ба, бе, та, те. Бұл сұрақ. Яғни аминату фил ғурфа. Амина бөлмеде ма? Ла, жоқ дейміз. Хия, ол фил матбахи. Ясирун фил матбах. Ясир кухняда ма? Яғни мына деген ма, бе, та, те деген сұрақ болады. Біз не дейміз? Ла, жоқ, хуа фи ал-хаммам. Ол ванныйда деп айтамыз. Мән фил ғурфати деген сұрақ келіп тұр. Бұған қалай жауап береміз? Мухаммадун фи ал-ғурфати дейміз. Мухаммад бөлмеде. Ва мән фил хаммами. Ванныйда кім бар? Ясирун фи ал-хаммами дейміз. Келесі маза алал-мактаби. Маза деген яғни не нәрсе? Не нәрсе немесе не деп айтсақ та болады. Маза алал-мактаби, яғни үстелдің үстінде не бар? Біз не дейміз? Ал-китабу ала
әл-мәктәби дейміз. Себебі бізде мактаб деген кезде мана не келді? Айнал китабу деп сұрақ келді. Уа алал мәктәби деді. Демек, мына жерде сұраққа солай жауап береміз. Кейін маза алас сарири, кроваттың үстінде не бар? Не дейміз? Ас-саату, сағат, ала ас-сарири, сағат кроваттың үстінде деп жауап береміз. Маза деген нәрсенің анықтамасы шарттан бір қарайық. Маза дегеніміз не? Яғни ма хаза. Екеуі бір мағына. Ма деген бізде не деген? Маза деген не нәрсе? Яғни ма хаза десе бұл не? Маза десе не нәрсе? Екеуі бір-біріне ұқсас. Бұл не нәрсеге сұрақ қойылады, яғни не нәрсеге қолданылады деген сұрақ болса, бұл лиғойрил ақил, ақылсыз болған нәрсеге қолданылады. Мысалға, маза алал мәктәби, үстелдің үстінде не бар? Ал-қаламу алал мәктәби, қалам үстелдің үстінде. Маза алас сарири, яғни кроваттың үстінде не бар? Ас-саату алас сарири, сағат кроваттың үстінде. Ал егер біз ақылға қолданатын болсақ, онда қате болады. Маза деген нәрсе ақылға қолданылмайды. Мысалға, маза алал мәктәби, үстелдің үстінде не бар деген кезде, Мұхаммадун алал мәктәби, Мұхаммад үстелдің үстінде деп қолданбаймыз. Себебі Мұхаммад бұл ақылды болған себепті бұл маза деген нәрсе ақылға қолданылмайды. Келесі екінші тапсырма. Иқра вактуб ма'a дабти авахирил калимат, яғни мынау берілген сөздердің харакаттарын қойып оқы және жаз деген. Мысалға біріншісі әл-мадрасату болады. Себебі ешқандай харф жар жоқ, оны касралып қалатын. Фил-мадрасати деген кезде касраламыз, не фи себепті? Фил-бейти касралат, не фи себепті? Әл-бейту белгілі бір үй. Әл-ғурфату белгілі бір үй. Әл-хаммаму бұл ванна. Фил-матбахи яғни кухняда. Осы жерде касралат, не фи себепті? Әл-мактабу яғни парта. Алал мәктәби партаның үстінде. Алал курсийи бұл жерде касралат, не ала себепті, яғни орындықтың үстінде. Ас-сариру бұл кровать. Алал мәктәби алал китаби кітаптың үстінде. Фил масджиди мешіттің ішінде. Бұның барлығы не болды? Соңғы екі сөйлем. Алал китаби фил масджиди деген касралат не үшін? Ала және фи себепті. Келесі иқра вактуб деген, бұны оқисыздар және дәптерлеріңізге жазасыздар. Ат-талибу фил джамиати, студент университеттің ішінде. Ар-раджулу фил масджиди, кісі мешіттің ішінде. Айнат-таджиру, саудагер қайда? Хуа фид дуккани, ол, яғни саудагер дүкеннің ішінде. Ал-қаламу алал мәктәби, қалам партаның үстінде. Айна Зайнабу, Зайнаб қайда? Хия фил ғурфати, ол бөлмеде. Осы жерде хия деген Зайнабқа қайтады. Айнал варақу, парақ қайда? Хуа алал мәктәби, ол үстелдің үстінде. Одан кейін айнал мударрису, мұғалім қайда? Хуа фил фасли, ол кластың ішінде. Айна ясирун, ясир қайда? Хуа фил мирхади, ол туалетте. Аш-шамсу вал қамару фис самаи, күн және ай аспанда. Мән фил фасли, класта кім бар? Бұл сұрақ болады. Кейін бізде еркектер мен әйелдердің есімдері берілген. Бұл жерде нені айтқысы келіп тұр? Бұл жерде шархқа қайтамыз. Шархта келген мәселе әл-аламул муаннас ла юнавван дейді. Әл-аламул муаннас дегеніміз, яғни әйел адамдардың есімдері тәнуин қабылдамайды. Ла юнавван деген тәнуин қабылдамайды. Мысалға, еркектердің аттары болса, Мұхаммадун деген кезде бұл тәнуин домма қабылдайды. Мұхаммадун. Ал егер әйел адамдардың есімдері болатын болса, онда олар тәнуин қабылдамайды, бәлкім домманың өзі болады. Мысалға, Аишату. Аишатун десе қате болады. Түсінікті? Аммарун бұл еркектің аты, бұл тәнуин домманы қабылдайды. Аминату деген кезде бұл тәнуин домма қабылдамайды, бәлкім домманың өзі болады. Аминату. Егер аминатун десе қате болады. Осыны ұмытпаймыз. Ясирун десе бұл тәнуин домманы қабылдайды, еркектің есімі. Марьяму деген кезде тек қана домманың өзі болады. Марьямун десе қате болады. Алиюн бұл еркектің аты. Фатимату деген кезде тек қана домманың өзі болады. Фатиматун десе қате болады. Кейін бізде кішігірім мәселе келген. Бұл дегеніміз минал бейти. Осы минал бейти деген кезде аслығы, оның негізгі аслы, бізде мана харф жарларды өттік. Соның ішінде мин деген харф жар келді. Осы мин деген кезде нунның үсті сукун болды. Ал егер осы сөзден кейін алифламмен сөз келетін болса, мысалы әл-мәсжид болсын немесе әл-бейт болсын, осы жерде ләмнің үстіндегі сукун болды.
Араб тілінде екі сукун ешқашанда бірге кездеспейді. Кездескен жағдайда не істейміз? Осы жерде айтып жатыр, минал бейти деген кезде аслуху оның негізі min және әл-бәйти. Осы жерде екі сукун кездесті. Min әл және min әл деген кезде осы жерде хуррикати нун бел фатха. Нунды үстіндегі сукунды фатхаға айналдырамыз. Мәнән лилтиқаи сакинайн. Не үшін? Екі сукун кездескен себепті. Яғни біз жаңа айттық, араб тілінде екі сукун кездеспейді. Кездескен күннің өзінде бірінші сукун өзгертіледі. Фатхаға, мысалы жерде минал бейти. Мина әл бейти. Осы жер бірақ асыл негізіне сукун еді. Бірақ одан кейін алиф-лам мен сөз келген кезде, ол кезде не істейміз? Фатхаға айналдырамыз. Осы жерде бізде еркектердің және әйелдердің есімдері берілген. Еркектердің есімі тәнуин домма болады. Мысалға Мухаммадун, Харидун, Хамидун. Ал әйелдердің есімдері бұл не болады? Доммамен ғана болады. Аминату, Зайнабу, Фатимату. Аминатун, Зайнабун, Фатиматун деп айтып жүрмейміз. Келесіде тапсырма берілген. Иқра вактуб ма'a дабти авахир калимат. Яғни сөздердің соңғы харакаттарын қой деген. Осы жерде егер еркектердің есімдері болса, тәнуин домма қоясыз. Ал егер әйелдердің есімдері болса, домма қоясыз. Келесі бізде әл-бәйту, яғни бұл үй, минәл-бәйти десе, бізде мана мин деген харф жарлардың бірі. Осы жерде әл-бәйти деп касрал болды. Не үшін? Мин себепті. Мағынасы бұның дан, ден, тан, тен деген шылау болады. Яғни минәл-бәйти десе үйден. Кейін әл-мәсджиду бір мешіт, иләл-мәсджиди десе мешіт ке. Осы жерде ке, қа, ге, ға деген шылау болады. Иләл-мәсджиди десе мешіт ке болады. Осы жерде әл-мәсджиди деп касрал болды. Не үшін? Иля себепті. Кейін бізде қысқа текст берілген. Әл-мударрису, яғни мұғалім айтады, мен айна анта. Мен айна анта деген сен қайдан боласың? Сен қайдансың? Мұхаммад айтады, ана минәл ябани. Мен Японияданмын. Кейін мұғалім айтады, ва мен айна аммарун. Аммар қай жақтан болады? Мұхаммад айтады, хуа, ол, яғни аммар, минас-сини, ол Қытайдан дейді. Кейін мұғалім айтады, ва мен айна хамидун. Хамид қай жақтан? Мұхаммад айтады, хуа минәл хинди, ол Индиядан. Осы жерде мин дегеннен кейін сөз не болды? Касрал болды. Бұл дантен, тантен дегенне шылау болады. Кейін мұғалім айтады, айна аббасун. Аббас қайда? Мұхаммад айтады, хараджа. Осы жерде хараджа деген бұл не? Шығып кетті. Бұл бізде глагол болады, яғни етістік өткен шақтағы. Хараджа, шығып кетті. Мұғалім айтады, айна захаба. Қайда кетті? Захаба деген бізде кетті. Бұл да өткен шақтағы етістік болады. Айна захаба, қайда кетті? Мұхаммад айтады, захаба иләл мудири. Директорге кетті. Осы жерде иля, ге, ға деген шылау болады. Захаба иләл мудири, директорге кетті. Осы жерде мудири касрал болды. Не үшін? Иля себепті. Мұғалім айтады, ва айна захаба алийюн. Ал Али қайда кетті? Мұхаммад айтады, захаба иләл мирхади. Ол уборныйға, яғни туалетке кетті дейді. Осы жерде суреттер берілген. Ал-мирхад бұл туалет болады. Тамарину, кейін тапсырмалар. Біріншісі, әжиб анил асилатил атия. Келесі сұрақтарға жауап бер деген. Бұл жерде сіз текстке қарап жауап бересіз. Жоғарыдағы мен айна анта деген кезде сен қайдан боласың? Мысалы сіз айтсаңыз болады, ана мен Казахстан деп, мысалы мен Қазақстаннанмын деп өзіңіз жауап берсеңіз болады. Анта мен Филиппин, сен Филиппинансың ба? Ла, жоқ, ана мен Казахстан деп жауап бересіз. Мән минас-син, Қытайдан кім болады? Мысалға Аммарун минас-син. Текстке қарап та жауап берсеңіз болады. Мен айна Хамид, Хамид қайдан болады? Жоғарыдағы текстке қарайсыздар, жауап бере бересіздер. Екіншісі, иқра вактуб ма'a дабти авахир калимат. Осы жерде сөздердің харакаттарын қойып жазды деген. Ал-ғурфату минал ғурфати. Касралы болды. Не үшін? Мин себепті. Яғни бөлмеден, тантен, панпен деген бұл не? Шылау болады. Минал хаммами деген кезде, яғни не? Бұл ваннадан. Ал-мирхаду бұл уборный немесе туалет. Ал-мирхади туалетке. Ал-ябану бұл Япония. Ал-филиппин бұл Филиппин. Минал хинди Индиядан. Міне мин келді. Ила-сини Қытайға. Келесі үшіншісі иқра вактуб деген оқы және жаз. Мен айна Фатимату.
Фатима қайда? Хия минал хинди. Ол Индиядан. Хараджал мударрису минал фасли ва захаба илал мудири. Мұғалім класстан шығып кетті, минал фасли класстан. Ва захаба илал мудири. Және директорге кетті. Захабат таджиру илал дуккани. Саудагер дүкенге кетті. О жер дуккани касрал болды. Не үшін? Иля себепті. Хараджа хамидун. Хамид шығып кетті. Минал ғурфати бөлмеден. Міне мен себепті. Ва захаба және кетті илал хаммами. Ванныйға кетті. О жерде касрал болды. Не үшін? Иля себепті. Бесінші сөйлем. Мән хараджа минал фасли. Класстан кім шығып кетті? Мен себепті касрал болды. Тан-тен деген шылау. Хараджа талибу минал мадрасати. Студент мектептен шығып кетті, немесе оқушы. Ва захаба иля суқи. Кейін базарға кетті. Ас-суқ деген бізде базар болады. Хадиджату минал сини. Хадиджа Қытайдан. Ва Халиду минал ябани. Және Халид Япониядан. Төртінші тапсырма. Дар фил фарағи фима яли. Келесі бос орындарға харфа жарри мунасиба. Сай келетін харф жарды қой деген. Бізде мин, иля, фи, ала деген харф жарлар келген. Енді осы жерде бос орындарға қою керек. Мысалға, әл-китабу кітап, не дейміз? Алал мәктәби, үстелдің үстінде. Ат-талибу студент, фил фасли, кластың ішінде. Захаба хамидун, хамид кетті, илал джамиати, университетке. Хараджал мудиру, директор шығып кетті, мин әл-мадрасати, мектептен. Бешіншісі, захаба мухаммадун, Мухаммад кетті, минассин, Қытайдан, илал ябан, Японияға. Кейін әл-калимат джадида, жаңа сөздер. Әл-мадрасату бұл мектеп, әл-матбах бұл кухня, әл-ябан бұл Япония, әл-мудир бұл директор, әл-фасл бұл класс болады, әл-ғурфа бұл бөлме, ас-син бұл Қытай, захаба бұл кетті, бұл етістік, өткен шақтағы, әл-хаммам бұл ванной болады, әл-джамия бұл универ, әл-хинд бұл Индия, хараджа бұл шығып кетті, немесе шықты, әл-мирхал бұл туалет болады, әс-суқ бұл базар, әл-филиппин бұл Филиппин болады. Кейін фи, ала, мин, иля. Осы төртеуі мин хуруфил жар. Бұлар жар әріптері болады. Валлаху а'ла а'ламу.